Бірінші үй. Бүгін күн бұлтты. Бірақ Майклдың көңіл күйін ештеңе түсірмек емес. Ол соңғы ақшасына жаздық асханадан әлденіп алды да, рюкзагына керек ас суын салып алды. Мұндай уақытта қыдырып жүрген біртүрлі екен деп жымиды. Күнде қақшиып жұмыста отырады емес пе? Және солай отырғанына неше жыл болды десеңші. Таң ата кіреді офиске, түнде бір шығады. Бейбағын күнді де көрмейді екен-ау. Өз-өзімен сөйлесем деп бірталай жер жаяу жүріп тастапты. Батысқа қарай жүрсем бе екен, шығысқа ма? Қап. Нақты бағытты көрсетер карта ма, әйтеуір бір нұсқаушы болса ғой деп күрсінді Майкл. Түс болды. Әлі келе жатыр. Шаршап кетті. Дұрыс келембіз. Мүмкін бәрі иллюзия, өтірік шығар, дегенде ой келді. Не ғой? Сен маған көмектессең қайтеді? Саяхат қай жерден басталады? Деді Майкл сенімсіз түрде. Сенің бағыт берер картаң болады, Майкл. О, соның даусы. Майкл орнынан ұшып тұра келді. Жан-жағына қарады. Ешкім жоқ. Бірақ ешкім әлі жоқ. Бұл періштенің даусы. Бұл естіп тұр ма? Сезіп тұр ма? Қызық. Уайымдама, Майкл. Бағыттаушы картаң болады. Неше сағаттан бері жаяу келем, қайда болдың? Майкл ренішін білдірді. Мен де саған осы сұрақты қойғым кеп тұр. Қайда болдың? Мені шақырмадың ғой. Сонда мен өтінгенде ғана көмек бересің ба? Иә, деді періште. Бұл қағида. Сен еркін-ұқ иесісің. Таңдауды өзің жасайсың. Осы уақытқа дейін өмірің қалай өрілсе, бұл сенің таңдауыңның жемісі. Періштенің сөзі Майклды толғандырып қойды. Жақсы, періште, түсіндім. Енді қалай қарай жүрем? Саяхат басталатын қақпа дәл алдыңда тұр. Қақпаның алдында тұрғаны да кездейсоқ емес. Сен тұтас абсолюттің бір бөлігісің, ақжүрек Майкл. Өзіңе сеніп, шыңдалатын болсаң, ішкі түйсігің сені ешқашан қателестірмейді. Майкл үлкен қоршаудың алдында тұрды. Және бұл қорған тірі боп көрінді. Қорғанның арғы жағында алқап көрініп тұрды. Майкл сонда да қақпаны байқамады. Мен ештеме көріп тұрған жоқпын. Жақсылап қара, Майкл Томас. Майкл алқапқа қарап еді, шынымен де қақпа көріне бастады. Ол кенеттен артына қарады да, қайтадан қалың бұталармен көмкерілген жаққа қарады. Көзқарасы өзгеріп сала берді. Қақпа одан сайын анық көрінді. Саған барлығы айқын көріне бастағанда, артта қалған бұрынғы дүниелерді енді көрмейсің. Сенің қасиетті көздерің ашылуда, Майкл. Енді өзің ниет етсең, қақпалардың барлығын көретін боласың, деді періште дауыс. Майкл бұл айтылғандардың кейбірін түсінсе, кейбір сөзін түсінбеді. Сонда да саяхатын жалғастырамын деген қалауынан бас тартпады. Енді бұл көріп тұрғаны жай қоршау емес, кәдімгі қақпа екені анық көрді. Таңғалатын дәнеңе жоқ. Рухани деңгейің сені аздап өзгертті. Санаң жоғары вибрацияға көтеріліп келеді. Сол себепті бәрін көріп, біле алатын боласың. Еш сиқыры жоқ. Бұл ғалам заңдылығы. Әлем солай жаратылған, деді періште. Менің санам бәрін көтере алады деп ойлайсыз ба? Ақиқат, Құдайдың жаратқан заңдылығы. Оны өзгерте алмайсың. Адамның ақиқатты көру деңгейі санасының қалауымен ғана орындалады. Егер сен өзгеретін болсаң, алдыңдағы барлық есік ашылады. Яғни, қалаған тұтқаңнан ұстап, таңдау жасауыңа болады.
Бірақ ескертерім, артқа қайта алмайсың. Маған таңдау өз еркіңде деген едіңіз ғой. Егер осының бәрінен бас тартып, қалыпты өмірге оралғым келсе, қайталам ба? Деп сұрады Майкл. Рухани әлемнің өзгермейтін өз элементтері бар. Егер өзгертемін деген шешім қабылдасаң, тепе-теңдікті жоғалтып алуың мүмкін. Бірақ таңдау қашанда қолыңда. Алайда жан-жағыңа қарашы. Өсімдік, ағаштар биікке, алға ұмтылады. Артқа емес. Сенің де артқа емес, алға жүргеніңді қалар едім. Майкл ойындағы сұрақтарына жауап алды. Артқа қайтып, бұрынғы қаладағы қарбалас, қарабайыр өміріне оралуына болар еді. Бірақ тепе-теңдікті бұзып алса, денсаулығынан айырылатынын іштей түсінді. Бірнеше шақырым жүріп келе жатқанда, ту сыртынан қою жасыл түстес сұлба өтіп кеткендей болды. Бір түрлі қалың шөптің арасында жасырынып жүргендей. Майкл жүрісін барынша жылдамдатты. Сұлба да аңдуын доғармады. Майкл соңынан еріп келе жатты. Бұл елес жек көру мен қаскөйлік энергиясын шарпып келе жатқандай. Бірақ Майкл ол энергияны бойына жолатпады. Баспалдақтан көтеріле бергенде алқаптың табиғаты өзгеріп сала берді. Ешқандай материалдық өркениетке сүйенер негіз жоқ. Мүлде басқа әлем. Телефон сымы тартылған столбы, ұшақ, көпір, тас жол, ештеңе жоқ. Тек ғажап табиғат. Жұмақ дерсің. Майкл аспан мен жер ортасындағы ғайып әлемге тап болғанын білді. Бұл үйге апарар жол алдындағы рухани кемелдену орталық екенін түсінді. Мұнда рухани білім алатын ғалам кітапханалары бар. Адам ізі қалмайтыны ғажап. Қадам басу өте жеп-жеңіл жол. Майкл соңынан біреудің еріп келе жатқанын сезді. Артқа жалт қарап еді. Әлгі қою жасыл сұлбаның тығылып қалғанын байқады. Осы жақтың тұрғыны болар, деп аса мән бермеді. Не деген сұлулық. Майклдың аузы ашылып, айналасының сұлулығын тамашалап келеді. Жайқалған ағаштар құдды көрме сияқты үйлесімдік тауып тұр. Хош иісті сұлулығымен өрілген гүлдер алқабы түр-түрімен арнайы безендірілген. Алқапты тамашалап келе жатқан Майкл келесі бұрылыстан көк түсті үйді көрді. Ал ендеше. Мына үйді архитектор Франк Ллойд Райт көрсе, таң қалғаннан шек үзілер еді деп мырс етті. Майкл жақындай бергенде үйдің түсі жай көк емес, ерекше көп бөмбек жарық түске айналды. Іштен бір жарық сәуле шашып тұр. Ал үй жанында кішкентай тақташада карталы үй деген жазу тұрды. Жаңа ғана қолында картам болса ғой деп армандап еді. Сол мәселенің шешілгенін қарай көр. Кенет есік ашылды. Іштен таңғажайып көкшіл түсті жаратылыс шықты. Өзі үйі сияқты көк түсті. Бұл кереметтің жаратылыстың періште екені анық. Алдыңғы көрінген періштесіне ұқсап тұр. Бойы адамнан едәуір ұзын. Және одан керемет хош иіс сезілді. Дәл алдында көрген періштенің иісіндей. Періште Майклға жақындап: «Хош келдің, ақжүрек Майкл Томас. Біз сені күттік». Майкл өзіне жолдас тапқанына қуанып ілтипат білдірді. «Хош көрдім, ұлы көк жаратылыс». Майкл тілін тістей қалды. Көк дегеніме ренжіп қалмады ма екен? Періште ғой. Ыңғайсыз болды ба? Періште адамның ой ниетін оқитыны белгілі. Уайымдама бала.
Мен жаратылыстың бәріне көк болып көрінем. Көктей беруіңе рұқсат. Карталы үйге қош келдің. Осында түнеп шық. Ішке кірген Майкл қатты таң қалды. Сыртынан қарасаң кішкентай үй, іші шексіз екен. Майкл періштенің соңынан еріп келеді. Екеуі ғажайып саябаққа кіріп, мұндағы қаз қатар орналасқан сан алуан түрлі жеміс жидектерді көрді. Шатыр терезесінен бөлме жарығы басқа сәулесін шашып тұр. Жемістердің хош иісі ауаны шарпып тұрғандай. Көрші бөлмеден жаңа піскен нанның иісі мұрынды жарады. Бұл жерде сенен басқа ешкімді көріп тұрған жоқпын. Жалпы сендер тамақ жейсіңдер ме? Майкл сұрақты жаудырды. Барлық үйде осындай ұқсас бөлмелер бар, Майкл. Бізге тағам қажет емес. Бұл бақ. Өзің сияқты рухани ілім алу үшін осында келетін адамдарға арнап өсірілген. Басқа бірнеше періште күтім жасайды. Тек сен олардың барлығын көре алмайсың. Білім алу жолында тағамсыз, күтімсіз болмайсың. Сенің ниетіңе құрметпен қарап, біз өз қамқорлығымызды көрсетеміз, деді періште. Сен ұстазсың ба? Иә. Сен баратын әр үйде түрлі періште бар. Олар саған бір-біріне ұқсамайтын, алайда өте керек ілім береді. Соңғы үйден басқасы әрине. Сенің адамға тән жасушалық құрылымың әр түрлі тазалықта өзгеріп тұрады. Мысалы, жерде туған күніңнен бастап, қазіргі күнге дейін сенің вибрацияң тазалықтың бірінші диапазонында болса, періштерің әр үйіне барған сайын ол вибрация жоғары көтеріледі. Яки бірден 7-ге дейін. Майкл көк періштенің бір сөзін түсінсе, бір сөзін түсінбеді. Екеуі барлық бөлмелерді аралап келе, жайлы жатын бөлмеге де келіп жетті. Кереуетте мамық торлы шатыры бар төсек салынған. Жұмсақ жастығымен тыныш ұйқыға тартып тұр. Мен келеді деп сонша дайындалыпты ғой, ғажап. Осының бәрі мен үшін бе? Деді Майкл таңғалып. Саған және басқаларға. Өзің сияқты таза ниет білдіргендердің бәріне арналған. Көрші бөлмеде Майклды үлкен мереке күтіп тұрды. Мұндағы тағамның көптігі сондай, бәрін бір адам жеп тауыса алмас. Қалауыңша жей ғой, Майкл. Бірақ шамадан тыс тамақтанба. Және өзіңмен бірге ештеңе алушы болма. Бұл сынақ. Неге олай дегенімді кейін түсінесің. Көк періште оны бөлмеде қалдырып шығып кетті. Майкл жылдам қолындағы сөмкесін қоя сала, үстелге жайғасып тамақтануға кірісті. Дәл бүгінгідей тойып тамақтану сирек болатын. Майклдың бойында жайлылық сезімі пайда болды. Тап бір ата-анасына алаңсыз еркелеген күндер есіне түсті. Үнемі осылай болса ғой шіркін деп ойланып қалды. Осы сезімдерді сезіну жерде не үшін қиын? Жуылмаған ыдысты таңертең жуам деп Майкл орнынан тұрды. Ол қатты шаршаған еді. Кереуетке құлаған бойы терең ұйқыға кетті. Таң атты. Айнала тып-тыныш. Майкл керемет демалған. Жуынып, ас бөлмеге барса, түндегі ыдысы жуылы, дәмді таңғы ас дайын екен. Негізінде қуырылған картоп, піскен жұмыртқа, жұмсақ нанның иісінен оянған болатын. Майкл рахаттана отырып, таңғы асын ішті. Оңашада отырып, қарапайым өмірімнен
қоштасқаным дұрыс болды ма екен? Жерде өмір сүріп жүрген қалған адамдар ше? Олар мен сияқты жоғары вибрацияны сезіне алмайды ғой. Мен мына жерде рахаттанып отырмын. Күйбең тіршілік етіп жүрген жердегілер ше? Жақын достары мен әріптестерін ойлап көңілі түсті. Тіпті өзін тастап кеткен сүйіктісін де аяды. Бұл қалай болғаны? Ондайым жоқ еді. Неге барлығына жаным ашып тұр? Жоқ әлде артқа қайтсам ба екен? Қайтсам екен, ә? Сені осындай сұрақтар мазалайтынын білгем, Майкл, деді кенеттен кіріп келген көк періште. Майкл періштені көріп, қуанып сәлем бергендей ишара жасады. Мен осы жайында сөйлесші, көк періште. Кеңесің ауадай қажет. Осы ісім дұрыс па? Деген сұрақтар мені мазалап жатыр, деді Майкл мұңайып. Рухтардың қолынан барлығы келеді, ақжүрек Майкл, деді көк періште. Адамның құрылымдық жасушасына келсек, алдымен өзіңе қамқорлық жаса, рухани тұрғыда өс. Сенің бұл сапарың синхронды түрде оларға беріледі. Өйткені бір адамның ниеті көпшілікке әсер ететіні сөзсіз. Сені түсінбей тұрмын, көк періште, деп Майкл ұялып. Қазір түсінбегеніңмен, Майкл, сенің осындағы әрекетің олардың қабылдайтын шешімдеріне әсер етеді. Маған сен, бұл рас, өзіңді қинама. Майклдың арқасынан ауыр жүк түскендей болды. Ол саяхатын сенімді түрде жалғастыратын болды. Майкл және көк періште алғашқы барған залға қарай беттеді. Көк періште Майклдың соңынан келе жатып, рюкзагіне тәтті тоқыш салып алғанын байқап қойды. Бірақ ештеңе демеді. Екеуі үлкен жазуы бар залға келді. Көк періште оған баспалдақтан көтеріліп, өзіңнің карта салынған ұяшығын алып келуді өтінді. Жоқ, көтеріліп келе жатқан Майкл ұяшықтардағы жазуларға көзі түсіп кетті. Әр ұяшықтың өзінің жазуы бар. Бірі араб тілінде, енді бірі латын әрпімен жазылған. Ұяшықтар алфавит бойынша тұрған жоқ. Мұның өз себебі бар болар деп іштейді. Майкл өзінің картасы орналасқан ұяшығын тапты. Майкл Томас деп жазылған. Періште басында жан-жағыңа қарама, тек өз ұяшығындағы буылған қағазды алып кел деп талап қойған болатын. Алайда Майклдың басқа есімдерге де көзі түсіп кетті. Бұл есімдерді көргенде жүрегі тоқтап қала жаздады. Ата-анасы да осында екен. Әр отбасы ұяшығы топтастырылып орналастырылған. Майклға бөтен ұяшықтарға есімдерді оқуға қатаң тыйым салынған болатын. Сонда да қызығушылық білдірді. Бірнеше есімді оқып қойды. Бұл есімдер неге менің отбасымның қасында орналасқан екен? Майкл, деп шақырды көк періште. Келе жатырмын. Көк періште ойын біліп тұрды. Бірақ Майкл осы қасиетті мекеннің ережесін бұзып алмас үшін ешқандай сұрақ қоймады. Майкл баспалдақтан қимастықпен түсіп келді де буылған қағазды періштеге ұсынды. Көк періште ұзақ қарады. Оның жүзінде мейірім шуағы шашып тұрды. Майкл қалай екенін білмейді. Бірақ Құдайдың рахымына бөленіп тұрған кәдімгідей сезінді. Періште сияқты Майкл да қасындағының ойын оқитын сияқты ма, қалай өзі? Екеуі бір-біріне жымиды. Ол енді қалауын оймен жеткізе алатынын білді. Қызық, деді Майкл таңғалды. Алда әлі талай таңғаларлық жағдайлармен кездесесің, Майкл, деп ойына жауап берді көк періште. Ақжүрек Майкл, деді дауыстап. Бұл сенің өмірлік картаң. Бұдан бұлай өзіңмен бірге тастамай алып жүр. Құнды заттарыңның бірі болады. Ал карта қалай жұмыс жасайды? Өзгеріп тұра ма дегенім ғой? Өзің қалай өзгересің, соған қарай деп
жұмбақ түрде жауап берді көк періште. Періште күлкісін әрең тиіп тұрғандай. Картаны ашқан Майклдың көңілі су сепкендей басылды. Бұл бір бос ақпарақ болатын. Тіпті бос деуге де болмайды. Бағыты салынған бір қызыл нүкте тұр. Нүкте тұсында сен осындасың деген жазу бар. Жанында карталы үй тұр. Нүктеге бірнеше сантиметр жерде Майклдың жүріп келген жолы әлгі тас баспалдақ бейнеленген. Карта Майклдың жүріп келген жері мен осы тұрған орнын ғана көрсетіп тұрды. Бұл әзіл ме? Қасиетті картаға ұқсамайды ғой мынау. Жай ғана жүріп келген жолым мен осы үй тұр. Мынаның қай жері қасиет? Барлығы сен ойлағандай емес, ақжүрек Майкл Томас. Осы сыйды қабыл ал, және өзіңмен бірге үнемі алып жүр. Періште Майклдың сұрақтарына жауап бермеді. Жауап алмасын білген Майкл картаны бүктеп сөмкесіне сала салды. Көк періште оны есікке дейін ертіп келіп, өзі бірінші сыртқа шықты. Періште Майклға бұрылып, саяхатыңды жалғастырмас бұрын саған бір сұрақ қойғым кеп тұр, ақжүрек Майкл. Иә, қандай сұрақ, көк досым? Сен Құдайды жақсы көресің бе? Періште салмақты түрде Майклдың жүзіне қарап жауап күтіп тұр. Жүрегімде не барын білесіңдер деп ойлаймын. Әрі ниетімді менен артық көріп тұрған боларсыңдар. Менің қайталанбас көк ұстазым, әрине, мен Құдайды қатты жақсы көрем, деп періштенің жүзіне қарай шынайы жауап берді Майкл. Иә, солай деді көк періште. Бұрылды да есігін іштен мықтап жауып алды. Майкл құтты бір телефон қоңырауы аяқ асты үзіліп қалғандай сезімде қалып қойды. Қызық, мыналар қоштасуды білмей ме? Деп ойлады ол. Ауа райы жып-жылы. Майкл көк үйден тығып салып алған наны бар рюкзагын асынып, қолына чемодандарын алып, келесі үйге қарай тас жолмен жүріп келе жатты. Жол бойы карталайды өткен қызықты сәттерді есіне алды. Қасиетті карта деп қояды. Баланың ойыншығы секілді деп күлді. Күлкісінің жаңғырығын өзі естіп мәз болды. Жол бойы өзінің қуаныштарымен тас ағаштармен бөлісіп келе жатты. Оның күлкісі 200 метр қашықта аңдып келе жатқан қою жасыл құбыжыққа жетті. Шыны керек, Майкл бұл құбыжықтың өзін асыға күтіп жүргенін байқамағанда болатын. Бұл құбыжық жат мекендік еді. Оған ас та ұйқы да қажет емес. Ол қуануды білмейді. Оның мақсаты Майклды соңғы үйге жеткізбеу. Сондықтан мақсатына жету үшін Майклдың соңынан қалмай қойды.